Сұлулар өте бергенде сүзіле кетіп қарайсың. Әдемі қызды көргенде ақылды қызды аяйсың деп Қадыр Мырзалиев жырлапты. Бірақ сөйтіп сезімге беріліп жүргенде бір нәрсені ескермей кетіп барамыз. Бұрын қазақ ат таңдасаң жас тапар, қыз таңдасаң қарт тапар, киіз үйдің көркем болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы нағашыдан деген екен. Соны бүгінгі ғылым дәлелдеп отыр. Ғалымдар әртүрлі техниканың көмегіне сүйеніп, ұл баланың ақыл парасаты тікелей анадан берілетін, әкемен қатысы жоқтығын дәлелдеген. Әсілі ақыл парасат гені ана бойындағы әйкіс хромасы арқылы тасымалданады екен. Енді ойласақ орынды сияқты. Абайдың анасы Ұлжан тәрізде сұлу тұлғалардың барлығының парасатты, пайымды аналары болған. Кейбір адамдар баланың ақыл парасатын үйрену нәтижесімен бағалайды. Бұл дұрыс емес. Баланың үйрену нәтижесі оның мінезімен де тіке қатысты. Ал мінез өскен ортаға берілген тәрбиеге де байланысты. Кейбір балалар үйренуде үздік болмауы мүмкін, бірақ кейін өмірде өз кереметін көрсетіп жатады. Әкеміз ғалым болса да, тәрбиені тезектеріп жүрген анамыздан аламыз деп Мұхтар Әуезов айтпақшы. Егер бір әйелдің ақыл парасатында ақау болса, оның күйеуі қалыпты болған жағдайда да балаларда кемістік байқалады екен. Ал әкенің миында ақау болып, анасы қалыпты болса, одан қалыпты ұрпақ дүниеге келеді екен. Бірақ енді бұндай мысалдар тым сирек, өйткені ақылында ақау бар адам үйлене алу екіталай. Сондай бұрынғы қазақтың шешесін көріп қызын ал дейтіні, болашақ жарды ес тоқтатпаған бозбаланың өзіне емес, ата-ана, ел жұртының таңдайтыны дұрыс та болған шығар. Сол кезде ажырасу деген 0% еді ғой. Қазір екі некенің бірі бұзылған, тірі жетімі көп дәуірге тап болдық. Адамзат дамыды дегенімізбен кей тұста елге көзсіз еліктеп кері кетіп жатқан сияқтымыз. 5 минуттық алдамшы сезім мен 5-10 жылдық беттің көркі үшін қаншама отбасы дағдарысқа тап болды. Бұған енді сіздің көзқарасыңыз қандай?